Тайып шаһарының адамдары оғысының соңына ит қосып, балалары тас лақтырып, үсті басын жаралап, сонда бір ағаштың түбіне келіп жылап жатты. Ей Алла деді, сенің берген нәрсеңді мен шақыра алмадым, мен қара бет болдым, мен сенің берген бұл рызықтарыңды, неғматтарыңды айтып түсіндіре алмадым дейді. Сол кезде Жабраил алейхиссалам келіп, Жабраил алейхиссаламды Алла тағала Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламның хузурына жіберді. Барып, сол досым не айтты, соның айтқан орындайсың деді. Сонда келіп, я Расулалла, мен сіздің хузурыңа келдім, анау тауды алып, сол Тайып шаһарының үстіне қоя салайын ба деді. Сонда айтты, Аллахумма ғфир ли қаумми, иннахум ла я'ламун деді. Ей Алла деді, олар білмейді ғой. Сенің Алла екенді, мен пайғамбар біздің жақсылыққа тартып жүргенімізді білмейді ғой. Ей Алла, еш болмаса солардың бала шағаларын, үрім бұтақтарын мұсылман қыл деп Алла тағалаға дуа жасады. Сонда Жабраил, шындығында сіз Рауфур Рахим екенсіз, Алла тағала сізді Рауфур Рахим деп мақтайтын еді дейді. Лаққад жаакум сурасында осы пайғамбарымыздың сипатын айтады. Сендер қасарыспаңдар, сендердің қасарысқандардың оның жүрегін ауыртады дейді. Мінез құлықты жөндеңдер. Бір-бірлеріңді беттен алып, жерден алып жерге саласыңдар, елдіге не жасамайсыңдар? Бір зікірлерің, бір пікірлерің, бір Құдай осы жерге алып кеп, бір бауырдай әкеп, бір-бірлеріңі жаңыстырып, бір-бірлеріңі осы жерге алып кеп қойып отыр. Ла илаха иллаллах, сенен басқа Құдайым жоқ. Бәрінің сол біріктіретін Құдай. Сөйтіп отырасыңдар, сосын бір-бірінен беттерінен алып төстеріңді жыртасыңдар. Болмайды, айналып кетейіндер. Мінез құлықсыз ештеңе болмайды. Жаңа қараңыздар, тас лақтырып, жолына тікен тастап, көрсетпегенді көрсеткен адамға пайғамбарымыз мейірім шапағат қылып, Аллахумма ғфир ли қауми дейді. Ей Алла, ей жан Алла, кешір менің осы қауымды дейді. Иннахум ла я'ламун дейді. Шындықта олар білмейді ғой дейді. Жаным, айналып кетейіндер. Басқа барар жол жоқ, ертең Құдайдың алды баратын жеріміз. Бір-бірлеріңді құрметтемесіңдер, басқа елді қайтып құрметтейсіңдер. Ертең байқыма аяқ біткендердің аяқтарында автобусты байқымен басып өткенін бетін жыртасыңдар. Ол болмайды. Білмегенді кешірмесең, білгендігің қай жерде тұр дейді. Ал онда зікір жасап не керегі бар ондай нәрселер? Егер бір-бірлеріңнің ауырып барлығында, бір-бірлеріңді қиындықтарыңды кешіре алмасаңдар. Құдайды деген адамдар ондай болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрайды, жақсылық, ең жақсы абзал ғамал не дейді? Құдай үшін сүйіп, Құдай үшін жек көру дейді. Бір-біріңді Құдай үшін көріп. Неге бәрің осы жерде калиманы айтасыңдар? Бәрің ла илаха иллаллах деп Құдайға зарлайсыңдар. Құдайдың шақыруы. Құдай магнит жазбасымен тартты соғықтарын, сосын кейін келіп отырмысыңдар бұл жерге. Содан кейін сол Құдай үшін бір-бірлеріңді кешіре білуіңдерің керек. Сол Құдай үшін бір-бірлеріңді сүйе білулерің керек. Сол Құдай үшін бір-бірлеріңнің кем-кетіктеріңді толтыра білулерің керек. Дымбылықта емеспіз. Сіздер ойлап қараңыздар, дымбылықта емес. Бұл дүниенің, бұл зікірдің қадір қиметін түсініп жүрген жоқсыздар. Сіздер бұл қадір қиметін бұлай тұрсын, бір тамшы судың қадір қиметін түсініп жүрген жоқсыздар. Валлахи, бір Құдайдың әулиесі келіп бір патшаға айтады, сен осы қатты шөлдеп сахарада қалған кезде бір тостаған осы патшалықты бересің ме деген. Сонда әлбетте берем деген. Онда бір тостаған суға тұрмайтын патшалығына неменеге істебесің деген. Бір Құдайдың әулиесін менің фазылыммен жәннетке кір дейді. Сол кезде мен фазылым керемеді, маған 500 жыл ғибадатының несінен кірем дейді. Сонда тарт онда мынаны дозаққа дейді. Сонда дозаққа қарай ұшады, 80 жыл ұшқанда тілі кеуіп, жарылып, тілі аузына сыймай кетеді. Сол кезде бір пешікте бір тостаған су алып шығады. Сонда сұрайды, мынау не дейді? Су дейді, онда бер сандағы су. 250 жылғы ғибадатыңды бересің бе? Ойбай, ала ғой, берем дейді. Әгіні ішіп мейірін қандырып тағы да тартады. Тағы да бір 80 жылда ұшқан кезде тағы да тілі кебе сыймай кетеді. Жарылып. Сол кезде тағы да бір берсе, бір тостаған су алып шығады. Сол кезде тағы сұрайды, мынау не дейді? Бұл су дейді, ой, бересің, ойбай, 250 жыл ғибадатыңды, ойбай, берем, ала ғой, пожалуйста дейді. Жаңағы суды ішіп алады мейірін қандырып, тағы да дозаққа қарай тартқанда періштеге тоқта дейді. Сенің 500 жылғы ғибадатың 2-ақ тостаған су болды дейді. Ал менің басқа берген неғматтарымда, Құдай тағала Құранда айтады, менің берген неғматтарымның дейді, сендер санынан жете алмайсыңдар дейді. Сен анаңның құрсағына шыққанда, анаңның шандыр емсегін сүтке толтырып қойды. Сол торған бір торған сүтіңнің, бір тамшы сүтіңнің қарымтасын қайтара алмайсың. Арақ бұтыңа сиесің одан кейін. Әкең мен шешеңді қорлайсың. Әкең мен шешеңді осы жерде отырған бірге зікірған бауырларыңды қорлайсың. Сөйтіп тұрасында мен мұсылманмын деп сандаласыңдар.